Осы әңгімеміз бүкіл өмірімізге қатысты тақырып туралы сөйлесейік. Бұл біздің қорқынышымыз. Эволюциялық тұрғыдан қорқынышымыз бізге аман қалуға көмектесетін. Ежелгі адам ертерек қауіпті байқай алып, уақытында әрекет жасай алды. Бірақ бүгін қарапайым өмірде қала тұрғындары жабайы аңды кездестіреміз деп қорықпайды. Дегенмен, біздің миымыздың реакциялары өзгермеді. Сонымен, қорқыныш спортшының өміріне қалай әсер етеді? Сен жарысқа барған кезде ойла. Және сен қарсыласыңды білесің, және жарысалды толқуды сезінесің. Бұл қалыпты эмоция, себебі ол саған нәтиженің маңызды екенін көрсетеді. Ал егер бұл қобалжу емес, қорқыныш болса ше? Кейде қорқыныш өте күшті болып, сондай-ақ кез келген продуктивті әрекеттерге жол бермейді. Қорқыныш болашаққа беттейтін эмоция. Біздің миымыз кейбір өмірдің бөлігін қауіп сияқты қарап, алдын ала іс-әрекет жоспарын жасайды. Әйтсе де, біздің болашағымыз 100% анық емес қой. Сондықтан, кез келген қорқыныштарымыз болжам секілді. Бір нәрсе болатын шығар, ал мүмкін болмайтын шығар. Бірақ біз қорқып, болашақта тек негативті суреттерде көреміз. Мен қате жасасам, қалай болар екен? Жеңілсем, не болар екен? Менің ата-анам және бапкерім ұрысса, не болар екен? Сұрақтар шексіз. Қорқыныш әртүрлі, ортақ немесе жеке болады. Кез келген жағдайда бір ұғым бар. Мен болатын жаман қорқыныштан қорқамын. Не істеу керек? Бүгінгі таңда психологиялық қорқынышты азайтатын көп заманауи тәсілдер бар. Білетінімді ұсынайын деп едім. Бір қызық мақал бар. Қорыққанға қос көрінер. Білесің бе? Қандай мағына білдіреді? Бір нәрседен қорыққанда, мен оны екі есе ұлғайтып, сосын одан да қатты қорқамын. Сен қорқынышыңнан көбірек қашсан, ол күштірек болып, сенің көңіл күйінде басқарады. Өткенде эмоциялар сигнал сияқты деп айтқанбыз. Сондықтан, алдымен оны байқауын керек, және атауын қажет. Мысалы, мен жеңілуден қорқамын, себебі менің бапкерім маған ұрса бастайды. Я болмаса, қате жасаудан қорқамын, өйткені менің ата-анам мені сөгеді. Тағы басқа бірдеңе. Неден қорқасың? Және де неге қорқасың? Екіншіден, егер олай болса, сен не істейтініңді ойла. Қорқыныштың бір жағы, маған не істейді деген сезімдер екен. Басқалар маған ұрысар немесе сөгер деп ойлаймын. Мен өзімді басқа адамдар ықпал ететін жансыз зат сияқты сезінемін. Солай болса, не істеуге болады? Қандай әрекет жасаймын деп өз-өзімнен сұраймын. Дәл осы сәтте өз әрекеттеріңді жоспарлап қой. Бірнеше жоспар тіпті жақсы болады. Өз өміріңнің режиссері болып, саған ұнайтын сценарийді ойла. Ал сосын ойша оны көз алдына келтір. Өзің денеңді қосып, бүкіл сезімдерге жол бер. Егер жаман сценарий орындалса, бәрін сезін. Тағы да сен қиыншылықтан қорқатын сезіміңді жеңетінді ойла. Қорқынышқа тура қарап, өз жоспарын туралы ойла. Енді оның күші кеміп, кетіп қалады. Үшіншіден, қорқынышының мүмкіндігін бағалауын керек. Таза қағаз алып, сенің тұрған жеріңді нүкте сияқты белгілі. Сосын бірнеше одан бастап, шығатын жолдардың суретін сал. Олардан бірі сенің қорқынышың. Болашағын әртүрлі болатын шығар.
ешкім бұны нақты білмейді. Біз тек қана елестете аламыз. Болашаққа баратын басқа қандай жолдар бар екенін қараш. Сенің қорқынышың қанша пайызға шындыққа жанасады? 100% ба? Әлде 50, я 30, я 10% ба? Біздің көп қорқынышымыз және негативті болжамымыз тек қана біздің санамызда бар. Ал өмірімізде орындамайды. Кейде қалай болады? Біз күткен жаман жағдайдан гөрі жақсырақ жағдай болады. Біз басқа эмоцияларды басқара аламыз. Яғни, қорқынышты да басқара аламыз. Әсіресе, қателіктен қорқу туралы айтайын деп едім. Өйткені ол жиі пайда болады. Жаттығуда мен бәрін кірмен жасаймын. Ал жарыс кезінде бапкерлер менің деңгейімнің төмендігіне таңғалуы мүмкін. Неге? Мен жасай аламын ғой дейсің. Сенікі дұрыс. Сен жасай аласың. Тіпті бұл тәжірибен болмаса да жасай аласың. Неге? Өйткені сен өзіңе сенесің. Бір сөз бар. Сенсең де, сенбесең де, сенікі дұрыс. Ал сен нені таңдайсың? Спортшылар көп уақыттан бері мидың жасырын қорын өзі нәтижелерін жоғарылатуға қолданып жүр. Сәттілік әрекеті туралы ойласан, сенің миың алдын ала дайындалып, керек кезде жақсырақ жұмыс істейді. Спортшылармен жұмыс істегенде бір қызықты байқадым. Сәтсіз әрекетке дейін олар санасында сәтсіздік туралы ойлап көрді. Мәнерлеп сырғанаушы өзінің құлағанын көрді. Футболшылар өзі соқпаған голдарын көрді. Ал шахматшылар өздерінің бұрыс қадамдарын ойлап көрді. Миымызда сәтсіздіктің суретін көргенде, біздің түп санамыз сондай сигнал алып, бізді сол нәтижеге жылжытатын болады. Бір нәрседен қорықсақ, осылайша қорқынышты өзіміз өмірімізге қарай тартамыз. Кішкентай күннен бастап, қорқыныш ең сұмдық негативті болжамға айнала алады. Одан да үлкен жан түршігерлік шынайы сияқты сөйттерге жалғасады. Қорқыныштың бейнесі анық күшейеді. Біз назарымызды оларға көбірек аударсақ, олар біздің өмірімізге күштерек ықпал етеді. Спортшы өзінің мақсатына жеткен анық, нақты суретін елестеткенде, оның сенімділік төсігі қалыптасады. Жақсы жаттығудың тәжірибесі бар болған жағдайда аса керемет болады. Негізінде, біз миымызда ашық, жарқын суретті көріп қоямыз. Ал сосын қайта-қайта жаттығуларды жасап өзіміздің сенімімізді нығайтамыз. Жақсы нәтижеге жету үшін әр спортшы керекті көңіл күйін жасай алуы қажет. Біреуге қажетті күйге жету үшін өзіне зейін қоюы керек. Ал біреуге сабырлылық қажет. Ал тағы біреуге спорттық агрессия керек. Бұл жеке процесс және де ол сенің спортыңның түріне байланысты. Ал егер негативті тәжірибе бар болса, не істеу керек? Ол өзіне сенуге жол бермейді, және де жеңімпаздың көңіл күйін бұғаттайды. Келесі болатын жарыс туралы ойласа, бұл жаман суреттер есіне түседі. Өзіме қалай көмектесе аламын деп сұрайды. Әрине заманауи психологиялық әдістер саған көмектесе алады. Сенің нәтижелеріңді жоғарылату үшін оларды қолдана аласың. Нені түсіну маңызды? Біздің есіміз ассоциативті жұмыс істейді. Миымыз болашағымызға бұрынғы көзқараспен қарайды. Өткен тәжірибеміз жақсы, шабыттандырушы болса, болашағымыз да жақсы,
түрлі түсті болып көріне алады. Ал керісінше болса, ол қауіпті және қатер сияқты көрінетін болады. Сондықтан негативті тәжірибені талдау керек, қорытынды жасау керек. Ал сосын басқа нәтижеге жету үшін өзіне рұқсат беру керек. Спортты шебер үшін жеңіле білу керек. Абыроймен жеңілу оңай емес. Спортшы өзі қалайтын нәтижеге жеткенге дейін, ол көптеген сәтсіздіктен өтуі керек. Әрбір сондай сәтсіз әрекет оны мақсатқа бір қадам жақындатады. Бір лайфхак бар. Бағытты өзгерту керек, басқа жолмен жасау керек. Ал сосын қайтадан тағы да жасау керек. Көп әрекеттерді жасау қажет. Бір күні сен қалайтын нәтижеге жетіп, қуана аласың. Неге назар аудару керек? Жеңілген сәтте өзіне айтатын сөз неме? Кейде спортшы өзін жалпы лузер сияқты бағалайды. Тіпті оның бірнеше ғана сәтсіздігі бар болса да. Бұл ойы кедергі бола алады. Оны зәкірдей су түбіне тартады. Бірақ, егер сен жеңілістен немесе қателіктен кейін өзіңді қолдай алсаң, мұнайға мүмкіндік берсең, сосын жаңадан күш жинап, жаттығуына оралсаң, сен болашақта жақсы нәтижеге қол жеткізесің. Жақын адамдарын, ата-анаң, бапкерің, достарың сені қолдағанда керемет болады. Әйтсе де, ең басты қолдайтын адамың ол сенің өзің. Қиын кезде өзіне айтатын сөздерінің күші өте қуатты болады. Олар сен сезінетін реніш және ауырлықты ерете алады. Сен досына қиын жағдайда не айтқың келеді? Бұл сөздерді енді сен өзіне айта аласың. Алғашқыда бір нәрсе жасай алмасаң, өзіңді қолда. Өз-өзіңмен жақсы қарым-қатынас, сенімділік, қолдау сенің өмірінде көмектеседі. Бұл сен қиын сәтте сүйене алатын қасиеттер, бұл қандай жағдай болмасын, өзіңмен бірге болатын ішкі күшін. Абай айтқандай, өзіңе сен өзіңді алып шығар. Еңбегіңмен ақылын екі жақтап.